қайырлы түн. Эссе жазып үйренейік. Мастер-классындағы танысқан әріптестерім бүгінгі бір тамаша күннен әсер алып, соған байланысты екі жұлдыз бір тілек арқылы ойымды жеткізсем. Екі ұнаған нәрсемнің біріншісі жарқ ете қалған жұлдыздай кең маңдайланысқан. Оның дауысы, сөз саптамасы, күлімдеген көзі адамды баурап алады. Еңбекқор, ибалы қыз, аяулы жар, аяулы ана, аялы келін, ұлағатты ұстаз екенін көрсете білді. Еңбегің жансын. Екінші ұнағаны дәл бүгінгі бірінші ғаламтор арқылы кездессемде Қазақ радиосының Ақбаяны атанған ардагері, дауысы алтын қорға енген Сауық Жақанова апамды көргендей болдым. Яғни дәл сондай тұлғаның ізін жалғастырушы ұрпақтың бар екендігін дәлелі болды. Сауық Жақанова апамызда сол Қарағанды облысымыздікі Жаңарқа ауданында Еркіндік ауылында 1945 жылы дүниеге келген. Дәл сондай көз алдыма елестетіп бүгінгі болған сабағымыздан керемет әсер алдым. Оны айтып жеткізе алмаймын. Тілегім Әйгерім Дәулетиярқызы, отбасыңызға бақыт, деніңізге саулық, еңбегіңізге жеміс тілей отырып, білімнің шыңы, еңбектің жемісін көрсететін Ыбырай атамыздың Алла нәсіп еткен күні төсбелгі иегері болуыңызға тілектеспін.